Шуттан аңдар қалай қорықты? Қалмақ халық ертегісі. Бұл уақиға ертеде ешкі жүні келтеде көз айының кезінде болған екен. Қоян ағаштан сарғайып түскен жапырақтарды жинап жүрген. Ағаш түбінде кішкене көлшік бар болатын. Жел соғып, соның екпінімен ағаштан үзіліп түскен жапырақ су бетіне шоп ете түседі. Бұл дыбысты естіген қоян шошып кетеді. Біреу суға шоп етіп құлады деп бар даусымен айқай салады да басы ауған жаққа қаша жөнеледі. Оған бір топ қоян кездесіп, оның неден қашып келе жатқанын сұрайды. Ол суға шоп етіп құлаған жануардан қашып келе жатқанын айтады. Осылайша бір топ қоян бірге қашады. Олар жолда түлкіні, қасқыр мен күзенді кезіктіреді. Олар қояндардан неден қашып келе жатқандарын сұрайды. Суға шоп етіп құлаған жануардан қашып бара жатқандарын айтады. Енді бір топ қоянға ілесіп, түлкі, қасқыр, күзен бірге қашады. Жолда олар барысқа, арыстан мен пілге жолығады. Олар да үрейлене қашқан жануарларға қарап мән-жайды сұрайды. Олар суға шылп етіп құлаған жануардан қашып келе жатқандарын жарыса тұрып айтады. Енді бір топ қоян, түлкі, қасқыр, күзен, барыс, арыстан мен піл бірігіп, алды-арттарына қарамай қаша жөнеледі. Аңдардың ішіндегі ақылы мен парасаты биік арыстан бір мезет ойланып тұрып: «Шылп деген не?» деп сұрайды. «Білмеймін, тек шылп еткенді ғана естідім», дейді көзі тас төбесіне шыққан қоян дірілдеп. «Шылптарың қай жерде?» деп сұрайды арыстан. «Ол осы маңда, жақын жерде», деп жауап береді үрей ұшқан жануарлар. Арыстан жануарлармен бірге шылп құлаған ағаштың түбіне барады. Қоян: «Әне ана бір ағаштан әлдене құлап шылп ете түсті», деп түсіндірген болды. Осы кезде ағаштан тағы бір жапырақ үзіліп түсіп шылп ете қалды. Арыстан миығынан күліп: «Бұдан соншалықты қорқуға бола ма? Бұл дыбыс қана ғой. Сендер мәселенің байыбына бармастан, қорқақ қоянды тыңдап, алды-арттарыңа қарамай соңынан жүгіре жөнелдіңдер». Арыстанның байыпты сөзінен кейін жануарлардың көңіліне тыныштық орнады. Бос сөзге ергендеріне кәдімгідей ұялып қалды. Ақымақ қолтырауын. Үнді халық ертегісі. Ертеде өзеннің жанындағы апанда бір шибөрі өмір сүріпті. Ол
өзенге су ішу үшін жиі барады екен. Ал ол өзенде қолтырауын тұратын еді. Ол күн сайын жағаның қасындағы бұталардың арасына жасырынып, аңдардың бірі су ішуге келгенде ұстап алсам деп үміттенетін. Күндердің күнінде шибөрі өзенге келіп, жағадағы судың лай әрі кір екенін көреді. Шибөрі таза су ішпекші болып, өзеннің ортасына қарай өтеді. Ал қолтырауын сап етіп аяғынан бас салады. Шибөрі қатты қорқып кетеді. Бірақ бар күшін жинап, аяғын қолтырауының аузынан қалай шығарып алсам деп ойға кетеді. Сөйтіп бір ақыл табады. Аяғым менікі емес деп мүлдем қозғалтпай қояйын. Содан кейін ол қолтырауынға сабырлы даусымен былай дейді: «Ей, қолтырауын досым, аяқтарым балдырлардың арасына шырмалып қалды. Суға батып барамын. Маған көмектесші, тезірек, менің аяғымнан ұста». Қолтырауын бұл айлаға алданып қалады. «Мен қандай ақымақпын», деп ойлайды ол. Судағы балдырлардың тамырын шибөрінің аяғы деп ойлап, соны тістеп отырмын. Ол шибөрінің аяғын босатып, тамырды тістеп алады. Қуанып кеткен шибөр оған: «Үлкен рахмет саған», деп көңілді өлеңін айтып кетіп қалады. Қолтырауын шибөрінің алдап кеткенін түсініп, өзінің ақымақтығына қатты ашуланады. Келесі күні шибөрі тағы жағаға келеді. Ол қолтырауынның оны күтіп отырғанына сенімді болатын. Бірақ қателеспегенін тексеру үшін шибөрі бар даусымен былай дейді: «Кеше мен су ішкенде суда кішкентай балықтар жүзіп жүрген. Әрі қалай көпіршік жібергенін көргенмін. Ал бүгін судың беті теп-тегіс, бірде-бір көпіршік жоқ. Су ішпей-ақ қойғаным дұрыс шығар». Бұл сөздерді естіген қолтырауын тыныс ала бастайды да судың бетіне көпіршіктер шығарады. Шибөрі оның қолтырауын екенін біліп қашып кетеді. Кетерінде ол қолтырауынға былай дейді: «Эх, қолтырауын мырза, бүгін мені түскі асқа жемекші болғансыз. Қателестіңіз, енді аш жүруіңізге тура келеді». Қолтырауын қатты қынжылып, өзінің ақымақтығына налиды. Шибөрі бұдан кейін өзеннен су ішпей көлшікке барып жүрді. Қолтырауын оны 2 рет алдап соққанына ашуланып, шибөріні қалай да ұстап алуды ойластыра бастайды.
Өзеннің қасында үлкен манго ағашы өсетін. Шибөрі жақсы піскен шырыны бал татитын мангоны қатты жақсы көретін. Сондықтан осы ағашқа жеміс жеуге жиі келетін. Бұл туралы қолтырауын біліп қойып, көп манго жемісін жинап алып, өзі солардың арасына жасырынып қалады. Шибөрі ағаштың астына келеді. Бірақ көп манго жемісінің бір жерге үйіліп жатқанын көргенде күмәнданып қалады. Ол бұрыннан білетін айласын қолданады. Өткенде келгенде манго жемісі үйілген жерден өзі қолыма келіп секіретін. Бүгін мұны көрмей тұрмын, қызық екен. Қолтырауын бұл сөздерді естіп, бірнеше манго жемісін жинап алады да шибөрге қарай лақтырып жібереді. Шибөрі мұнда қолтырауын жасырынып отырғанын түсіне қойып әнге басады. Тәтті жемістің арасында өтірікші жасырынды, ақымақ қырыды, сақ болған құтқарылды. Әнді айтады да қаша жөнеледі. Қолтырауын артынан қуады, бірақ жете алмайды. Ол одан бетер өз ақмақтығына ашуланып, шибөріні жеп қоямын деп ант береді. Бірнеше күн өтеді. Сөйтіп, бір күні түсте қолтырауын шибөрінің апанына келіп, ішіне кіріп, тығылып қалады. Шибөрі үйіне келгенде ұстап алмақшы болады. Шибөрі апанына келгенде жердегі үлкен іздерді байқап қалады. Қолтырауын оның апанына тығылып қалғанын біліп, ол басында қатты қорқып кетеді. Бірақ жақынырақ келеді де бұлай деп айғайлайды. Апаным, менің апаным, неге үндемейсің? Даусыңды естіртсеңші. Бұрын үйіме жақындағанда апаным әдемі әнмен қарсы алушы еді. Бүгін оған не болған? Әлде оның тамағын біреу басып тастады ма екен? Сонда қолтырауын қарлыққан даусымен ән шырқай бастайды. Сәлем саған қожайын, мен сенің қызметшіңмін, мен сенің қызметшіңмін. Шибөрі бірден қолтырауының даусын таниды. Аздап ойланып, бұлай дейді. Отын әкелуді ұмытып кетіппін ғой. От жағу керек еді. Қазір келемін. Ол шыбықтарды жинап әкеліп, от жағады. Жанып жатқан отты апанның аузына келеді. Қолтырауын түтіннен түн шығып қалады. Осылайша шибөрі ақмақ қолтырауынан құтылған екен. Кит пен пілді жеңген қоян. Шығыс ертегісі. Бір күні қоян теңіз жағасына келді. Ол балдырларды иіскеп, нәзік жасыл жапырақтарды рахаттана жей бастады. Бір кезде ол жақын маңда маңызды әңгіме құрып отырған піл мен китті көрді. Қоян
үлкен тастың артына тығылып, олардың әңгімелерін тыңдады. «Піл, бауырым менің», деп маңғаздан айтты кит. «Сен құрлықтағы барлық аңдардың бәрінен де үлкен және күштісің. Ал мен болсам, теңіздегілердің барлығынан да үлкен әрі күштімін. Неге біз екеуміз бірігіп, құрлық пен теңізде тіршілік еткендердің әміршісі болмаймыз? Сол кезде ешкім де бізге шабуыл жасай алмайды. Біздің еркімізге қарсы шыға да алмас еді». Пілге киттің сөздері қатты ұнады. Ол өзін барлығы қорқатын, барлығы тілегін орындайтын құдіретті әмірші дей сезінді. «О, бұл керемет қой», деді ол. «Осылай істейік». Піл мен кит жөндеріне кетті. Ал қоян жалғыз қалып ойлана бастады. Бұл екеуі барлық аңдарды күшпен билегісі келеді. Олай бола қоймас. Мен олардың өздері ойлағандай күшті емес екендіктерін, және біз қояндар оларға ешқашан бағынышты болмайтынымызды дәлелдеймін. Терең ойға шомған қоян орманға қарай кері қайтты. Ол екі алыптың одағын қалай құртып, барлық аңдардың еркіндігін сақтап қалудың жолын ойлап тапты. Қоян өзінің барлық жолдастарын жинап алып, оларға естіген сөздерін айтып берді де көмектесулерін сұрады. Олар оған мықты ұзын жіп тауып берсе, не істейтінін көрсететін болды. Қояндар өздерінің досына арқа сүйеп, оған ұзын жіп тоқып берді. Келесі күні қоян китке келіп, сыпайы, әдепті түрде былай деді. «О, теңізде тіршілік етушілердің арасындағы ең күшті де құдіретті әміршім! Сен өзіңнен әлсізге көмектесуге келісер ме екенсіз?» «Айт, кішкентай, әлсіз жануар», деп маңғаздана сөйледі кит. «Менің сиырым батпаққа батып кетті. Мен оны шығара алмадым. Өйткені мен кішкентай әрі әлсізбін ғой. Сен жіпті өзіңнің мықты құйрығыңа байлауға рұқсат етесің бе?» Кит біраз ойланды да былай деп жауап берді. «Жақсы, байласаң байла». Қоян жіптің бір ұшын киттің құйрығына байлап қойды да былай деді. «Енді, мырзам, мен барып, екінші жағын сиырдың мойнына байлайын. Сен мен берген белгіні естіген кезде бар күшіңмен тарт». Содан кейін қоян пілге қарай жүгіре жөнелді де
оның қарсы алдына тоқтап, құрметпен басын иді. Ол пілге де сиыр туралы уақиғаны айтып берді де, былай деп үміттене сұрады. Мүмкін сен алдыңда тұрған әлсізге көмектесіп, оның сиырын құтқарарсың. Менде одан басқа ештеңе жоқ. Мен ол үшін не істеуім керек? Әлсіз кішкентай жануар, деп сұрады піл. Маған мына жіптің ұшын сенің мықты тұмсығыңа байлауға рұқсат ет, деп өтінді қоян. Сиырды ми батпақтан шығару үшін сен жіпті бір рет қана тартсаң болды. Піл келісімін беріп, бірінші белгі бергеннен ақ жіпті тартуға дайындалды. Қоян жүгіре жөнелді. Ол өзінің барлық достарын жинап алып, кит пен пілдің ортасындағы ара қашықтықта тұрған биік төбеге шығып дабылдата жөнелді. Осы кезде қоян мен оның достары таң қаларлық көріністі көрді. Піл бір жаққа қарай тарта бастады, ал кит болса екінші жаққа қарай тартты. Жіпті қатты керіп, бірақ екеуі де орындарынан қозғала алмады. Екі палуан да мазасыздана бастады. Бұл сиыр не деген ауыр өзі, деп күңкілдеді піл. Ағашты тамырымен қоса жұлып жатқандай болдым ғой. Ол үлкен пальма ағашының діңгегіне арқасын тіреді де, бар даусымен бақырып, одан да қатты тарта түсті. Ал кит мұны сезді де, қарғыс атқыр сиыр жердің астына түскісі келгені сөзсіз, алайда ол менен кете алмас, деп ойлады. Ол суға терең сүңгіп, жіпті бірден тартып қалды. Осылайша олар әр қайсы жіпті өздеріне қарай тарта берді. Ал қояндар екі алыптың ашу мен ызадан булыққандарын бақылап, көңілдене күліп тұрды. Міне, піл жіпті тұмсығына бірнеше рет орап алып, оны қатты тартып қалды да, китті судан бір-ақ шығарды. Сол кезде кит күшеніп алып, қайтадан теңіз түбіне қарай сүңгіді. Осылайша көп рет қайталанды, және қайталанған сайын екеуінің де күші қайсарлана түсті. Ақырында олар жағада бір-бірімен кездесіп қалып, өз көздеріне өздері сенбей, бір-біріне таңдана қарады. Мені тартқан сенбісің, деп бақырды піл. Ал кит ызалана айқайлап жіберді. Сен менен де күштімін деп ойлайсың ба? Олай болса, мен саған сенен де күштілер бар екенін дәлелдеймін. Сөйтіп, ызаға булыққан олар жіпті қайтадан ашулана тарта бастады. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Қояндар бір кезде қатты шыққан сатыр-сұтырды естіді.
жіп екіге үзіліп кетті. Кит биіктіктен құлаған үлкен тас сияқты теңізге құлап түсті. Ал піл аяқпен тепкен доп секілді домалай жөнелді. Осылайша олар бір-біріне деген ашу мен ызаға булығып, әрі ұялғандарынан екі жаққа кетті. Содан бастап олар ешқашанда бір-бірімен кездеспепті. Ал қояндар болса, бұл таңғажайып көріністің барлық жануарларға билік жүргізбек болған екі үлкен алыптың масқара болған жеңісінің куәгері болып, көңілдері көтеріліп қалды.